Солай тым тәтті сыя келіп жатты, жан біткеннің бәрі маған. Ертегілер, ертегілер, неге мені ертпедіңдер? Әлемдеріңнің ғажап күйін шертпедіңдер сендер.
болашағымды сенің көріп тамашағымды сен келгенде жайнап кетеді бүгіннен мен болашағымды тәтті жанарың тәтті қабағың тәтті қылықтарың Ержан аға, мына жақтастыр. Құда-құдағилар, үлкендерімізден бастайық. Мына жақтастарында бүгінгі біздің шашбауын кетіріп отырған осы әулеттің келіні жұпардың ұстаздар қауымы мына жақтастарында. Самат, сіздер мына жақтастарында. Иә, үлкен ретінде қазір арманым қазанаттай тамға манат, Мұхаммедтей текті болға тәрбие еткен бас идің тұғырына арман қазақ, қолы күміс қазағымның басы алтын, жарастыры өздеріңе дәстүр салтын. Бүгінгі балағаздар нәулетіне жиналған жалпы халқым, ортамызда адалдықты ту етіп, адамдықты сыйлаған, ақ түйесін сойдырып, бүгін міне жақсылыққа жинаған керемет Абай облысы шығыстың жерінде, бүгін Ақтоғайдың төрінде хан мейрамханасына керемет қуанышымызға келіп отырған балағаздар нәулетіне қуанышына, көптен күткен көңілде жүрген қуанышқа бір қошеметтеп қол соғып қошеметтеріңізді аяңыз бір емес қос қуаныш ағай. Қазақта жақсы сөз бар ғой, шаңырағында бір қыз болса, әсем гүлдер ашылады дейді. Шаңырағында екі қыз болса, күн нұрындай шуағын шашып тұрады дейді. Бүгінгі балағаздар нәулетіне Ерлан атасы менен Латипа әжесінің керемет күткен маңдай алды ауыз толтырып айтатын немересі сәл еркеміз мектепке қадам басқалы отыр екен. Екіншісі біздің кішкентай сезімнің бұйыртса 4 жасқа толған керемет қуанышына келіп отырған барша ағайын туыстар. Ендеше тойдың төріне бүгінгі қазақта жақсы сөз бар ғой, отбасы бұл алтын қазынан, отбасы бұл алтын діңгегің. Бүгінгі бақытты әулет, бақытты шаңырақ, яғни ортамызда Рабил менен керемет осы балағаздар әулетінің маңдай алды құтты келіні біздің жұпарымыздың шаңырағындағы сән еркемізбенен және сезімді, сонымен қатар бақытты атасы Ерлан атасы мен бақытты әжесі Латипаны ортаға жеңгенімізді сіздерді Құдайдың берген қос алақандарыңызбенен қошемет, құрмет, сіздерге. Бүгінгі ортада мен бұлай жасайыншы, қазір әрбір алдарыңызда бүгінгі мектепке баратын тойдың ба? Бүгінгі той халал, арақ жоқ, шарап жоқ, керемет. Дұға тілегімді Алла қабыл қылсын. Бүгінгі мұраттары асыл етсін. Бұйырса ертең біздің сән еркеміз сіздердің дұға тілектеріңізді Алла қабыл қылып, мектепті 11 жылдықты алтынға бітіруге Алла нәсіп етсін. Міне мынау мектепке баратын сумкасы. Қазір сіздердің алдарыңызда бір-бір дәптер тұр. Мен мысалы қазір Ержан ағаның алдында дәптер тұрса, бір ауыз сөз: мектепті алтынға бітірсін. Мектепті 5-ке бітірсін. Инабатты, ибалы, ел сыйлайтын Алуша деп айту керекші, автоматически кетіп қалады. Сондықтан Ерлан ағамыздың немересі ертең бір керемет парасатты бала болсын деп бір-бір тілекпен айтып, соның тойды бастайық. Бола ма? Тілегіміз қабыл алсын, сумкасын салады Раби. Сумкасын ашып қоңыраусы музыкасы. Мектеп бүгінгі тойдың мақсаты
мектепке барып пляжға кеттік әне. Жай ғана жүріп, халық қол соқсын. Тойдың мақсаты пляжға жүріп өтсін. Ертең ерлан атасымен әжесі ертең болсын артынан шөбесін көруге алған нәсіп етсін. Осындай мектепті алтынға бітірсін деп әдейі ырымдап тұрмыз. Тағы да бір қол соғыңыздар. Міне жып-жыптыр әдейі. Хоп! Осы үйге аман есен тыныш қайтайыншы осы қодай. Жіберші ғана сезімді. Жоқ, атасы мен апасы есін. Атасы кеш, апасы. Екеуің жүріп өтіңдерші. Аман есен үйге қайтайын кәнді. Осы ашулан болсын. Жіберіңіздерші. Бір жылдан кейін мектепке бес барып, сондықтан ортада қазір былай жасайық. Кімнің алдында дәптер төр Сеген ағайын сізде шығар. Содан кейін соны бастайық. Бір тілек жай ғана. Мектепті ырымдап соны сумбаға салайық. Оң жақ, сол жақ самотатасы. Бір ауыз. Апасының қызығы, атасының бұзығы мектепті жақсы беспен бітірсін. Ай бәрек, сумкасына салыңыз. Сумкасына. Дардай болып кіріп, таудай болып шық. Үлкен білім алып шық. Ой бәрек. Сабағын 4-5-ке бітіріп, атасы мен апасының қасында ойнап жүріп жүреді. Мен айтқаныз естің. Сумкасына қайсысына жатыр? Ой бәрекелді. Самататыңыз. Бескі оқы. Ой бәрекелді. Өзің сияқты бір ресторан ашылсын десінші. Келесі. Мұғалімдер. Жеріне қызмет ететін білімді, ақылды, абыройлы қыз болсын. Амин. Махаббатты, салиқалы қыз болсын. Амин. Қайда қарғашы бар? Сәнөкеміз мектепті алтынға бітірсін. Амин. Білімімен егеменді еліміздің көк туын биіктен желбіретсін. Амин. Арманы ақсақ, ақысқақ, мақсаты биік қыз болсын. Ай бәрек. Білімді азаматша болсын. Ой бәрек, сумкасына. Алтынға бітірсін. Ай бәрек. Санекамыздың мектеп қадамы, басқан қадамы құтты болсын. Жұпаркен, жаныма бірінші классқа бару оңай. Сабақ сені қойшы қой. Жұпарың жауап қалды. Насып арасына. Жаңа, Рамилдің де көңілі қалмасы, Рамилген бір тек әдек. Бар ма? Кімде? Апасының қызығы, атасының бұзығы. Бөлін азаматшы. Кел абай, келсін. Алла тағала үйіп төгіп бақ берсін. Амин, қандай керемет. Амин. Бақытты қыз болсын. Санерге сабақты беске. Айтқаныз келсін. Бір қошымен келсін. Енді екінші ырым кел оға сезім. Сезім 4-ке толып отыр ағай. Бір дәп кәне. Санекам ақылда әдемі қыз болсын. Ой, бәрекелді. Міне қандай керемет. Туған апайы, қошемет тұрайық, той боласын. Енді ортада бүгінгі міне атасы $100 беріп тұр, оғанда тәубі. Сондықтан бұлай жасайық, 4-ке толып отырады. Берсе, егер осы қызымыз 100 жастың жүзін көрсін десеңіздер, тағы да бір сіздердің алдан қошеметтеп, бір айландырып өтек шекеттік кәні. Жібет. Міне ағай, сіздердің алдарыңызда
жақсы әке отбасының бағы мен берекесі, жақсы ана шаңырақтың сәні мен салтанаты. Міне осы әулеттің бүгінгі балағаздықтардың әулетін ауыз толтырып мақтанышпен қарайтын, төрін қонақтан сыймаған бүгінгі бесігіне Алладағы береді. Бұйырса бүгінгі тілектерді Алла қабыл қылсын. Бұйырса үшіншісі ұл болсын, төртіншісі тағы ұл болсын, бесіншісі қыз болсын, алтыншысы ұл болсын, жетіншісі егіз болсын, сегізіншісі ұл болсын. Бізден тілек сол болсын. Алла дастарханың мол болсын. Бүгінгі тілекті Алла қабыл, Рабил мен Жұбардың шаңырағында жалпы балалардың саны 10 болсын. Ендеше мектепке баратын қадамы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, бұйыртса ағайын туысына керемет бір пана болсын, ертең 11 класста алтынға бітіріп, ел сыйлайтын парасатты дана болсын. Сеген аға, батамен ашайық, қазір бұйырса, осы балағаздықтардың әулетінің керемет қуанышын, бұйырса қазір мен той бастарымен бастайын. Сондықтан бүгінгі той бір ерекше рухани той болсын. Бүгінгі осы Ерлан атасы мен анасының бұйырса келесі қуанышымызды ары қарай тағы да бола берсін деген ниетпен таудай талап бергенше бармақтай бақ беріп, бүгінгі тілекті Алла қабыл қылсын. Ендеше Сеген аға, бата адамның бағын жандырады дейді ғой, сынақтардан сүрінбей өткізеді дейді. Бұйырса берген батаңызды Алла қабыл қылсын. Осы балағаздықтардың әулетінің үлкен атасы, көзінің ағы мен қарасы, ағайын туысқа әрқашанда арқа сүйетін панасы, ұлын ұяға қызын қияқ қондырған Асқар Таудай Сеген аға, әмин деп. Әмин. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін. Ықыласпен қол жайсаң, ақ тілекті төгейін. Астарыңа бақ берсін, не берседен ақ берсін. Қырда жүрген қыдырды үйлеріңе ап кесін. Дастархандарың мол болсын, денсаулықтарың зол болсын. Қора толған қой болсын, үйлеріңде той болсын. Қазандарың майлы болсын, көліктерің жайлы болсын. Өздері ниеттесеңдер, бір Алла бәрін осының қабыл етсін. Берген батаңызды Алла қабыл қылсын, тойларыңыз той болсын. Осындай той бүгінгі балағаздықтардың әулеті, Ерлан ағамыздың әулеті ырысты болсын, баршаңызға той жұғысты болсын. Енді бұйыртса, ортада батадан кейін той бастарымен кіргізейші, той боласыз. Бүгінгі ортамызда ерекше баршаларыңыз осындай той жұғысты болсын. Осы Рабил менен Жұбардың шаңырағындағы той сіздерге, осы той бастарымен сіздерге жұғысты болсын. Бүгінгі бір тілашар ерекше сіздердің ойларыңызда тарихта қалатын болсын деген ниетпен қазір ортамызда рұқсат болса қазақтың қуанышында мынандай халал дастархан басында өздеріңізге белгілі кеше Астанадан барып бас жүлде алып қайтқан бүгінгі ортамызда Дархан қызы Аяжан менен Айдос қызы Айеркенің орындауында қазақтың қуанышын қазақтың қош шекті домбырасымен сіздердің алдарыңызда еркесілқымен осы тойдың басын бастап берсек, шіркін бір шапалақ болса, қошемет болса.
Біз түркі, мінгеніміз жалса, келгеніміз мұсылман, қазақ болғаннан кейін бүгінгі ортамызда Равиль менен ортамызда Шұпардың қуанышын бетпердесін керемет бүгінгі сән еткен Күләшар мен Сезімнің қуанышын сіздерді қазақтың қош шекті домбырасымен бетпердесін ашып беріп, алдарыңызда дәмді алып отырыңыздар, тойларыңыз той боласыз, сіздердің де шаңырақтарыңыз осындай қуаныш той болсын деген ниетпенен Батима апайымыз игіліктің ертегі жоқ, бірақ ниеті пейілі, өзінің көлігі қандай болса, жүрегі сондай ниеті аппақ, сондықтан тойларыңыз той боласын, алдарыңызда дәмінен алып отырыңыздар. Қазақта жақсы сөз бар ғой, арудан асқан жан бар ма, жылқыдан асқан мал бар ма, биенің сүті сары бал, қымыздан асқан дәм бар ма дейді. Алдарыңызда бүгінгі керемет дәмнен алып отырыңыздар, ойларыңызға қымыздан шұбаттан алып, ойларыңызға үлкен қуат болсын. Енді рұқсат болса, бүгінгі тойдың бетпердесін сіздердің алдарыңызда, ортамызда атасы, Сәнерке мен Сезімнің атасы, Ерлан менен апасы Латипа, және нағашы атасы Бекжан менен апасы Бақтияр ортаға. Келіңіздер шапаласымен атасы. Сіздердің мына каникул уақыты ғой, настроение көтерейікші. Мынандай бір емес қос қуанышта. Қысылып отырма. Бұлай жазашы атасы бардың алтын тағы бар, әжесі бардың әсем бағы бар, әкесі бардың бақыт тағы бар, анасы бардың жақұт жаны бар. Міне, Равиль менен Жұпар сіздер тұрғанда кез келген миллионерден бақытты екеу сіздер тұрған кезде. Рас қой, атанаң бар болса, алтыннан қымбат. Өйткені атананың тілегі бұл Алладан кейінгі патшадан бағын жандыратын керемет тілек. Сондықтан бір настроение күшті болсыншы. Билеп, Ерлан атасы. Негізі Құдай сіздерге қуат берсін, нұрлы шуақ берсін, дастархандарыңызға береке берсін, күнде осындай Алла тағала әулеттеріңізге той мереке берсін. Енді бағана айтып жатырмыз ғой, енелердің ақылы бөлік екен, олардың ақыл ойы теңізден терең екен. Егер енеңді өзің анаңдай көрсең, ол да сен туған қызыңдай көреді. Жұпардың енесі демеймін, анасына да бір қошемет айтайықшы. Той құтты болсын, ал тойды басын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құда жекжат, ағайын туысқан, аға жеңге, мына жақта қайнаке, бажалар бар деген сияқты, бауыр келін балалар бар, келін балалар міне. Бүгінгі қуанышымыз Алланың құлағына шалынып, Ақтүйенің қарын жарылып отыр. Сәнерке үлкен немеремнің Күләшар тойына келіп отырсыздар. Және Сезімнің 4 жасқа толып отқан туған күні. Ал енді Сәнеркеге тілейтінім ең бірінші зор денсаулық, аттаған қадамына гүл бітсін. Мектепке тардай болып кіріп, таудай болып шығып, мектепті алталқаға бітірсін. Біздің қуанышымыз болып, әкесі мен анасының ақылшы қызы болып, артынан ерген сіңілдері Алла қалап артынан еретін болса, бауырлары тағы сіңілдері болып, ұрпақ жалғастырып, өшім. Қызығымызға, тойымызға келіп отырған көпшілік қауымға сіздерге мың алғыс. Осындай той сіздердің де шаңырақтарыңызда болсын. Барлықтарың бастарыңызға бақ тілейміз.
және мынарда сезімнің 4 жасқа толып отқан туған күні. Сезіміз енді ол атасының қызы дейді, Санерке апасының қызы. Біз өзіміз енді айтып бөліп алғанбыз. Сондықтан енді сіздерде де осылай біздің жастарға әсіресе біздің жасымызға келіп осылай қуаныштар сіздердің жанұяларыңызда бола берсін. Той-тойға ұласып, осы ұрпақтарымыз ұрпаққа жалғасып, балаларымыз бақытты болсын. Барлықтарыңыз бастарыңызға Аллахым бармақтай бақ берсін. Құрметті тойшы қауым, құда-құдағилар, енді бүгін міне Равиль мен жұпарымыздың өздері шаңырақ көтергелі бір өз болып жасап жатқан бір үлкен қуаныштары, мына қос қуанышы. Санерке 1 жасқа барады, Сезім 4 жасқа толып жатыр. Қош қуанышымыз құтты болсын. Біздің қуанышымызды бөлісіп, міне кеп отырғандарыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп, міне кеп отырсыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Айтқым кеп тұр. Мына 2 баламыз бақытты болсын деймін. 2 бала ата-анасымен болсын. Санеркеміз мектепке барып, таудай болып кіріп, тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып, алтын белгіге бітірсе екен деген өзімнің арман тілегім бар. Оның сіңілісі міне Сезіміз де апайының жолын қуып, ол да міне бақытты болсын деймін. Бұл да Санерке сияқты мектепке барып, бұнда қуанышты тойын тойлап, осылай осы жерде тұрған қаншама халық міне Санеркенің бір Сезімнің, ой шатастырам осы екеуін атын кәртегенде. Осылар осы 1 жасқа барған тойлайық, нәсіп етсін осы 2 қыздың қуанышын тойлауға бізге. Не айтайын, деніміз сау, басымыз аман болсын, жайылған дастарханымыз қандай мол болса, несібеміз сондай көп болсын. Қуанышымыз қуанышқа ұласа берсін деген келеді. Өзім толқып тұрмын. Санерке менің 1-ші немерем ғой. Енді өзіме өте ыстық. Сол енді айтайын деген. Көп нәрсені айтайын деген, толқып айта алмай тұрмын. Әлде қазір тос арасында айтамын. Негізі өзін кішкене төмендетпеңізші. Сіз жас қыздай мынандай қасыңызда тұрған. Қыз кезінде қандай болса, келіншек кезінде келісті болып, міне қасында мынандай мықты ер азамат тұрған кезде әдемі болып қартаюға Алла нәсіп етсін. Бір қошемет беріңізші ағайын. Ойыңыз той болсын. Ал енді бүгінгі осы әулетіміздің нағашы атасы, бүгін қуанышыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум тойшығым. Мына бүгін міне бағалықтардың әулетінде Ерлан Құланың тұңғышына бересі тіләшар болып жатыр міне. Міне Сезімі, біздің басып кеткен Сезім, өсіп келеді, өтіп толып енді. Әрқашан қуаныш болсын енді. Немерелеріміз өсе берсін, қылықты болып, әрқашан бізді қуантып, жақсылық жейік. Бәріңіз енді тілейтін болса, бәріңіз үйлерінің қуаныш болсын, жақсылық болсын. Әрқашанымызды дастарханда қуанышта басымыз осайық. Негізі мынандай ортамызда нағашы атасының әрқашанда бақтап, сұлулығын сақтап, бүгінгі шаңырақтың сұлу болған сіздердің алдарыңызда керемет бүгінгі нағашы апасы алдарыңызда. Бер апасына бір қошемет айтайықшы, тойыңыз құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, Ерлан құда, мына құдағи, Равиль, жұпар, мына қос қуанышымыз құтты болсын. Санеркеміз қадамы құтты болсын, 1-ші мектепке барған. Тек қана жақсылығын көрейік, иман жүзді, сондай инабатты, жақсы бір азаматша болсын енді. Сезіміміз Санеркенің артынан еп келе жатқан, ол да бақытты болсын, ата-анасымен бірге болсын.
тек қана осы балалардың жақсылығын көрейік. Мына бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Өздерімен өздері болып енді Равин мен Жұпар міне өздері кішігірім той жасап жатыр. Бұл да бір өрісіміздің өсіп кеңейгені деп ойлаймын. Құрметті тойшыл қауым келгендеріңізге рахмет. Амандықта, жақсылықта кездесуге Алла нәсіп етсін. Осы балалардың тек жақсылығын, қуанышын ғана көре берейік. Қандай керемет, қазақ дейді, ай артынан ай туған, күн артынан күн туған, 9 ай 9-ын құрсағанда көтеріп дүниеге келген Жұпардай әдемі қыз туған анасына бір қол сауат. Тойларыңыз құтты болсын. Бұйырса, енді мен жерде Бейбарыс қайда Бейбарыс? Бейбарысты бөлмейін, Равилдің артынан айнасы тұрған қызды туған інісіне бүгінгі жақсы билегендерге керемет бағалық сыйлығы бар екен. Сондықтан бүгін қуаныштарыңыз құтты болсын. Сондықтан бақ екі түрлі болады. Біреу ауып туып, біреу тауып туып. Ауып туған бақ адамды есіртеді, ал тауып туған бақ абырой беріп өсіртеді. Ертең сіздердің арқаларыңызда сән еркеміз керемет, балағаздардың әулетін абыройын асқақтата берсін. Той қыласын, алдарыңыздағы әдемі қымыздан алып отырыңыздар. Той болсын. Біріз терекке суретке түсейік.
ой бәрекелді, дастарханға жайғасайық. Осы Ержан ағамыздың қасында сіздердің алдарыңызда керемет, әдемі, керемет айланып билеген бейбарыс кеш екеуің айнасы екен. Әдемі билеген жұп. Қошемет. Айлан қайтадан бір көрсетіп жүріңдер. Ең әдемі жұп билеген биле вальсті қайтадан көрсетіп жүріңдер. Шіркін бір шабалақ қосалармен бақытты жасты. Ең әдемі жұп билеген. Өзгермеймін бұл халқымнан сөз берем, күйде кештім ешқашанда кешпедім, бұл сезімде енді керемет бейбарыс, атаң өзі айтады, керемет жақсы көремін бейбарысты. Одан артық не керек саған? Бұйырсы міне Алешаның ерке күйеу баласы бейбарыс және керемет алтын қайырымыз Айназ қызына бір қошемет тұрайықшы. Бүгін Таңеркенің апайы. Тағы да керек пе? Бейбарыс приз. Онша емес қой мана приз ба? Езі шаңырақта осындай тойымыз кел. Неп настроение жоқ ана приз болғанда. Қайда өзіңе әкеп приз қада? Той қошемет тұрайықшы ағай. Қазір ортамызға бүгінгі қуанышымызда қазақта керемет жақсы сөз бар, шіркін ағаның ақылына, ата бабаның нақылына жететін өнеге бар ма бұл өмірде. Ат құнына бергісі ақыл болады, нар құнына бергісі нақыл болады. Ағайын туыстың алған батасын әрқашанда мақыл болады дейді. Ортаға мен бүгінгі сән еркеменен сезімнің ата апаларын, осы әулеттің үлкендерін ортаға шақырайын. Секен атасы және керемет батамен ашқан бақыт апасы Ержан аға, Райхан Гүлкөке, Талғат аға, Бәтима апай, Азамат аға, Бәтима апай, және ортамызда Қанат аға, Бика апай, Ержан аға, Күлтай апай, Самат аға, Ема апай дейді. Келіңіздер ортаға. Бұйырса, осы ортаның ішінде ең әдемі билеген сіз. Қош шығара музыка. Ой, рахмет. Секен ағам өзі таңғалып тұрған сізге. Той құтты болсын. Ал енді ортамызда бүгінгі қуаныштарыңыз ұзағынан сүйіндірсін. Бүгінгі қазақта жақсы сөз бар ғой. Берекелі әулет қандай, берекесіз әулет қандай деген. Берекесіз әулеттің үлкендері аузында керемет. Оймамаса бүгінгі береке әулетті үлкендеріміздің пейілі ақ болса, ағалары әрқашанда дара болса, балалары жұмсағанда керемет ерке бала болса дейді. Бүгінгі берекелі әулет сіздер. Той боласын. Енді мына біздің немереміз Таңеркен тілашағы құтты болсын. Енді Алла тағала тілашағын көрдік, 10 бітіргенін көрейік. Ар жағында бір жақсы оқу орнын бітіргенін көрейік. Ана кішкене әңгіме ғой тағы айтатыным. Ана жездемнің, Қайыртай жездемнің. Оның мамасы тұрып, осы Қайыртайдың кішкентайын көрсем екен деп Ақмаралды көрген. Ақмаралдың біріншіге барғанын көрсем екен деп. Біріншіге барғанын көріп. Енді осының 10 бітіргенін көрсем екен деп, сол кісі марқұм енді 94-ге келіп қайтыс болды. Сонда да 96-ға келген апайы жылап отыр дейді, арманда кеткен бауырым болып еді. Сол кісінің жасын берсін бәрілерімізге. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына жиналған ақ дастархан тек қуаныш пен жақсылыққа жаюды нәсіп етсін Алла тағала. Той боласын. Алюша, Ержан, ой, Алюша, Лялька. Алюша, Лялька. Ал тойларың құтты болсын. Жұпар, Рафка, бұлақта ауыстырып олмен енді аттарын. Кәтігенің белгісі қойып дейді. Сабаққа барған қыздарының қадамы құтты болсын. Сезімімізде артынан ерген ол да сабаққа барсын. Енді балаларының қызығын көріңдер. Үлкен тойларда өстіп ойнап күліп жүре беріңдер. Таңертеңнің қадамы, алғаш қадамы құтты болсын. Сезімнің екеуін жақсы ұзақ қылып енді үлкен азаматшасы болып өссін.
аталарың мен апалар аман болсын, тойларың тойға ұлашсын. Жақсылық бола берсін әрқашан. Жақсылыққа Алеша, бар, Равил, мына кішкене алғашқы мектепке орын қадам құтты болсын. Жақсы ұзақ болсын, үлкен азаматша болсын. Өздерің зиет болсын, үлкен азаматша болсын. Енді құрметті тойға жиналған қойшы қауым, қалдарыңыз қалай? Енді міне бүгін мына керемет той болып жатыр. Ерлан мен Латипаның, Жұпар мен Равилдің, Ерлан мен Латипаның немересі, Равил мен Жұпардың тұңғышы, алғаш қоңырауға барып, алғаш бірінші классқа барғалы отыр міне. Сол тойына жиналып отырмыз. Енді қос қуаныштарың құтты болсын. Осындай той бәрімізде бола берсін. Осы екі қарған аман есен болсын. Осылардың артынан тағы да немере сүйіңдер, бауырлары болсын. Негізінде осы жаңа Латип айтып кетті ғой, өздерінің алғаш тойлары деп. Осы тойдың аты той боласын. Той дегенім енді артынан бауыры болсын дегенім тағы да бір кереметтей той болып. Той деген қазақтың ырымы бойынша жол ашады дейді ғой, керемет жақсы ырым. Сондықтан керемет қуаныштымын осы екі қарғаның тойларын жасап, қуаныштарыңды бөлісіп жасын туған туысқандармен. Жұпар саған көп рахмет, өзім жақсы көрем Жұпарды. Сондай иванатты кісіні қалай сыйлауды білет, кімді кім екені білет, қалай кімді сыйлау керек, қай кезде қалай сөйлеу керек, бәрін жақсы білет, керемет, өзім жақсы көрем. Жүрегімді жарып тұрып, сондай керемет жақсы көрем Жұпарды. Өзім сіңілімді де жақсы көрем, енді ол өкпелеп қалмасын. Осы келінге бір қошемет айтшы, Былай қарасаң жаңа картидің бит қайдағы картиген? Жап-жас екеуі де. Кей кезде тойларда жүреді екеуі де ақ құлай көп. Осы екеуің, Ерлан екеуің, осы балалардың қызығын көріп, ақсақалды сан түсіп бірге қартарыңдар. Өмір бақи осы тойымыз тойлап жүре берейік туған туысқандар. Бәрлеріңізге осындай қуаныш тілеймін. Бақытты болсын балалар тек қана жақсы оқысын. Қадамдар құтты болсын. Құрметті тойға жиналған қауым, барлықтарың осы тойға деген әр қадамдарыңызға Алла құтқар білсін. Енді осы Санекамыз мектеп қадамын аттап жатыр. Мен бауырым Ерлан мен Латипаның немересі, сол үйдің қызығы да, сол үйдің бұзығы да, сол үйдің бәрін шаңында көтеретін, көңілдерінде көтеретін осы екеуі. Артынан бауыр қарындастар лесе берсін. Мектеп қадамы барған құтты болсын. Енді сабақты жақсы оқып, шыңның биіктеріне көрініп, биік белестерді бағындыра білсін. Өмірде адам баласы армандайды ғой. Менің балама ерекше бір бақ қонған деп. Сол сияқты осы арада айтылып жатқан тілек қабыл болып, кішкентайларыңа ерекше бір бақ болсын. Сондай қуанышқа жетіп, сондай қызықты күндеріміз көп болып, екі дүниенің жақсылығын, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Не айтам, той-тойға ұласып, осы той бәрімізге жұғыс болсын, әр әулетте той болсын. Жақсы, рахмет. Ал енді құрметті туыстар, қонақтар, бүгін мінекей үлкен қуанышқа жиналып отырмыз. Алеша, Латипа, ал енді немерелерімнің Жұпар, Равил, бірінші классқа барған қадамы құтты болсын. Кішкентай екеуінің денсаулықтары зор болсын. Әрқашанда жолдастарының алды болсын, қайда жүрсе де. Өздеріңе мақтаныш болсын. Енді немере деген ол көздің қуанышы, жүректің жұбанышы ғой бәрімізге. Сондықтан да немерелерің көбейе берсін. Әрқашанда
Алланың нұры жаусын демекпін. Енді жаңағы Батима апай айтпақшы, жұпардың бізге орны бөлек, өзіміздің қызымыздай жақсы көреміз. Әрқашанда иіліп тұрады. Сондықтан да Алла бәрілеріне денсаулық берсін, абырой берсін. Енді жақсы тілектердің барлығына Аллам амин деп орындала берсін. Алла разы болсын бәрілеріне. Әр әулетте той болсын. Жұпар, Рабин, Алеші мына немерелерінің қолынан болып жатыр, кіләшар болып жатыр, бақытты болсын, биік жерден көшсін, апалап, аталып, шауып жүрсін, ауырмас, сырқамасын, тек қана жақсылық болсын. Не деп айтам? Тек қана осылай туыстардың арасында той болып жүре берсін. Рахмет бүйтіп жашап, құдаларының, туысқандарының басын біріктіріп жатыр. Команданың тыныш болсын. Тек қана жақсылық болсын. Рахмет көп бар жүрегімде. Ал енді сәнәткенен тіләшәрі тойы құтты болсын. Зор денсаулық тілеймін. Сабағын тек беске оқысын. Мектеп бітіріп, үлкен бір маман иесі болсын. Қандай керемет тілектеріңізді Алла қабыл болсын. Енді сіздерге қолдарыңызда алтын болғанша, жүзік болғанша жүздеріңіз жарқын болсын. Алла тағала екі аяқты пенде аяқтан шалса да, Алла тағала абыройдан айырмасын. Енді сіз жайына ырымдап жатырсыз ғой, бұйыртса тойдың басын, тілектің басын Ержан аға, Райхан деп жатыр, бұйыртса Дәуреннің тойында кездесті. Енді жаңа Ержан аға керемет бір бақ туралы айтты ғой, негізі бақ тақ таласқанменен баққа таласа алмайды ғой. Бұйыртса сіздердің әулеттеріңізге керемет бүгінгі балағаздықтардың әулетінде ат басындай алтын бергенше бармақтай басып берсін. Тек қана тойда кездесейік. Енді ортамызда керемет сіздерге бір естелікке суретке түсейік те, Ержан ағамыздың өтініші бойынша бір әдемі тамаша деген бүгінгі балағаздықтардың әулеті. Ортаға бір би, бұрқатаға түседі. Дастарханға жайғасы, ыстық тамақ берсін. Ал енді дастархан басында жайғасайық, ыстық тамақ. Сеген ағамыздың артынан ерген ерке інісі. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллах. Я жаратқан ием. Осы тойдағы дұға тілектер қабыл ет, я Алла. Осы балаларымыз, мектепке барып жатқан балаларымыз әрдайым басқан қадамы нық болып, үлкен өмір жолында жақсы адамзат болу нәсіп ете Алла, жақсы оқып, үлкен биіктерді бағындыра білсін. Осыны қолдап отырған атасы мен апасы, әкесі мен шешесі аман болсын. Осы тойға себепші болып келіп отырған, осы әрбір қол жайып отырған пендеңе Аллахым екі дүниенің бақытын, екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Әр әулетте той болсын, бала шағаның қызын қызықтап, қуанышты күндерін көп болып, барлықта бай-қуаттықта өмір сүру нәсіп етсін. Роббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасана ва қина ғана базар бирахматика ва рахма. Аллаху акбар. Бұдан артық қандай керек енді қабыл болсын дұғамыз, кешірілсін күнәміз. Бүгінде тілек батырын Алла қабыл болсын, қасиетті бүгінгі жұмамызды тілектеріңізді Ержан аға қабыл болсын. Сондықтан барша қоналдарыңыздан дәмнен алып отырыңыздар. Кел сәнерке, сезім қайда? Кел бір әдем өздерің папасы дайындап берген продюсері. Міне қазір сіздердің алдарыңызда.
Қандай керемет, бір қошемет ұрыңыз, жанды дауыста айтқан қос Ерлан атасының немересі. О, міне апасы, Батима апасы. 20 мың теңге беріп жатыр, оғында тәубе. Бір қошемет ұрайықшы Батима апасына да. Ал енді көңіл күйлеріңіз қалай? Сеген аға, сіздердің дастархандарыңыз, көңіл күйлеріңіз қалай? Жоқ, негізі бұлай жасайыншы, Самат, сіздердің дастархан мұғалімдердің ортасында ыңғайсыз болып отырған жоқсың ба? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жоқ, қазір бұлай жаса, кешір Раби. Апасы, ақшаны сонымен аласың, ақшаны сонымен аласың. Қоршап алма, салеттен қалшы жүреді. Кешір Раби. Кешір. Қуаныш қой мынады, қараңыздар шағын, міне. Равилдің өзі бір төбе қой ағай. Негізі бүгінгі ортамызда өмірде екі нәрсе өзгермейді екен. Алланың маңдайға жазған пешенесі және бүгінгі ата-ананың мейірімі, махаббаты дейді. Міне сіздердің алдарыңыз сән еркемізбенен кімнің сезімнің осындай ата-анасына. Жұмақты төменнен іздесең анаңның табанда, жоғарыдан іздесең әкеңнің қабағында, жаныңнан іздесең жарыңның жанарында, артынан балаңның басқан қадамында, айналадан іздесең ағайын туыстың амандығында. Қараңыздаршы, мынандай ортаңа кеп шашпауынды көтіп, сән еркемізбен сезімге керемет тілектерін Алла қабыл қылсын. Бар ма мынандай керемет? Әкеге. Осындай ортамызда керемет, бағана жаңа айтып отыр ғой, Бақыт апай, Райхан апай айтып жатыр, тура біз керемет қызығатын келін осы әулеттің ұйытқысы болып тұрған бүгінгі Жұпарға деген. Қазір көрді сен абыройың қандай екен көрінді. Абыройың қандай екен, міне Жұпардан ақ күліп көң. Әді үйге барған жердің бәрін проблема болмасын. Бұлай жеткіші, мен сен бөліп жармай, негіз сенің абыройың мына келген қонағыңды. Ең басы бүгінгі аяғымыз болса болсын, батпақ келген ниетіміз болсыншы, әппақ дейді. Егер адамда бүгінгі аяғың лас болса, есіктен төрге дейін бұлғайсың дейді. Пейілің лас болса, бесіктен көрге дейін бұлғайсың. Келген қонақтың жүрегінде қуанышың қазір сенің биіңе байланысты. Дайынсың ғой, қыздарыңды ол шай болып дайындаған әнге. Енді өзіңдікін көрсетші. Керемет! Оралбайды, оралбайды. Қарға жамай бар, анам бақытжан ғой, бақшы орнап тұр. Кірсіңдейші, анам, асайшы. Сағанам, антам сезімнің туған күні қашан? Жарай, түсіндім. Бұлай жасайықшы. Үйде кім басты қыз? Кім билейді дегенім ғой? Жұпар білейді. Көрсетейікші бүгінгі қуанышымызды. Сіздердің алдарыңыз міне той құтты болсын. Міне қыздардың өзін қараңыздаршы, әкесінің мойнына асып. Бұдан артық бұған әкеге не керек? Сондықтан мына бүгін айтады Жұпар, менің атам аше күшті дейді. Көрсетейікші. Өзім осы көптен күткен қуаныш қой. Бұйырса тойдың басы деп жатырмыз ғой. Ертең осы сән еркеміз атыңыз шығады, мектепті алтынға бітіріп жатыр, сізге одан артық не керек? Рас қой. Ендеше жіберейікші. Махаббаттың беріп мекені, сені көрсе еріп кетеді. Жарты әлемге жарық береді, жанарыңның көріп кетені. Сені үйге шығарып салып, сені көрейін келіп кетеді. Тәтті жанарың, жеңгеміз қалай жақсы көретін біліп тұр да. Мен сіздерді
Бұйыртса 90 келгенде қолдарыңызда бір таяқ емес, қол ұстасып жүруге Алла нәсіп қылсын. Сіздің биіңіз ерекше ғой? Көрейікші. Сізге тартқан ғой деймін келініңіз. Бәсе. Хоп! Негізі көйлегіңіз өзіңізге сай екен. Дубайдан алдырған көйлек. Негізі қыз баланың абыройы, аманаты жақсы әкеге береді екен. Нандай әкеге тағдыр болса ғой. Еш екеуміз былай жасайықшы. Мен негізі жұпардың коллективі, мұғалімдері, енді былай жасайықшы, мына жаққа жасайықшы екеуміз. Сіздер екеуміз. Бөліп жанымдар әбейді. Екеуің бір-бірің туыр. Денсаулықтарың да бар екен. Бұлай жасайықшы ағайын, мен бұлай жасайын. Біздің жүрегіміздің қуаңы. Ең бірінші ортамызда бүгінгі той сіздердің көңілі. Мұғалімдер бастаған Самат сіздің дастарханыңыз дейін. Енді атасы деп бағана шақырдық қой. Ортада көңіл күйлеріңізді жеткізіңіздерші. Негізі бүгінгі дастарханда қазір бұйыртса 100 балға арнай бейбарысын аттан бағана приз дедім ғой. Көңіл күйлер. Мына жақ балмен есепте көрейінші көңіл күйлеріңіз қанша? 70-тен асасыздар ма? Асасыздар ма? Көңіл күйлеріңіз. 95-тен асасыздар ма? Жіберейікші. Енді бұлай жасайыншы, қазір мен бұлай жасайын, той құтты болсын, мен не жасайын, сіздің командаңыз, сіздердің ғажап командаңыз қайсы әдемі көрсетеді екен. Шынында кеудесіндегі жүрегінің қуанышын дастархан басында отырып жеткізеді екен. Өздеріңіз байқаңыздар, соған қазір бұлай жасайын, кеттік әне. Мен не жасайын, сіздер соны жасайсыздар, сіздерге қарап келген қонақтар жасайды. Кеттік бе? Жіберейік әне. Міне ең қалағалардан озайықшы, ең бас көңіл ғой, жас қой, кеттік келесі. Қайта қояқшы, салт кетті қылайықшы, салт кетті. Ең басты Ерлан ағамыздың, Латифа ағамыздың немересі алтынға бітірсін деп ұрымдайшы. Ерлан ағамыздың Райхан апайым жауырен үйленсін. Қайырге алтынға бітірсін ба? Рахмет. Ерекше осы дастарханда отырған Дарханға ризамын, Дарханға. Рахмет, керемет ризамын. Ендеше бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Секен аға, Ержан ағамыз, сіздің дастархан. Қазір мен бірақ өлең қоям, қайырмасына енді өшірек. Ең басты бұйыртса той боласын. Екінші сіздер кеттік әне. Кетпейсіз. Қонақтардың көңіл күйін әнмен жеткізейік. Қайырмасына енді өшірек. Таң ертеңіне суға тиді, суға тиді, ақ жетекте бір ғашық ертеді, Тоқтаңыз сұлулар,
жіберген. Мұғалімдер қайда? Бейбарыс қосылайық. Аяқ қосылайық. Өзіңнен арыста, бойыңда танысты, жайнаған күнде тұрдың сен, шарада тұрдың сен. Жаз көркінде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманладым, сен іздеп арманым. Ой, рахмет. Біраз Самат, дауысың ерекше екен мына Самат. Енді екі жақ дастархан бірге. Бәріміздің де дос бар ғой. Мына әнені, енді екі жақ дастархан бірге. Фатима бар, бірге әден шығарыз. Іздегенде табылып, Орысына тұрып айтар шақай, бәріміз білеміз ғой. көңілі бар қызғалдақ Қалағатта дәулет, той боласың. көріскесек сағыныштан жүретін. Қолымызды көтерейік, қолымызды. Жеңісіңді көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Рахмет сіздерге, шаңырақтарыңызда той болсын. Ең басты сан еркеміз келесі ортаға рұқсат болса, сан еркеменен сезімнің, сән еркемен сезімнің нағашылары Тұрсынхан әжесі, Асқар атасы, Мақбуза апасы, Дархан, Тоғжан, Айбек, Жасмин, Риза, Аяжан, Алихан, Айша, Али, Айлин дейді. Келіңдер. Anlaşım tusa, şiirlerдің ысы, жасай бер нағашыларым, ұл адамдардың ұлысы. Ай, 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 нағашыларым қайнасын, көңілің гүлдей жайнасын, киіннің бүгін тойда, елесін шалғып тойласын, нағашыларым жайнасын. Бүгінгі осындай қуанышқа жиналған қауым, сәлеметсіздер ме сіздерге? Енді біраз пробкада тұрып қалдық, мен не істедім? Енді міне Ерлан аға, Ләтип апайыма бүгінгі ақ дастархандарыңыз сән еркемен сезімге арнап жайылып жатқан осындай қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді жездем қайда? Жезде әпкем міне жұпар. Құттықтаймын сендердің қуаныштарың көптен күткен осы күнді. Өздеріңнің ойларың, осы бір жақындарыңды міне осы жерде отырған бәрі сендердің жақындарың. Бір басын қосып осылай батасын алсам деген сән еркеміздің жолына сіздердің ақ баталарыңызды алып отыр. Рахмет сіздерге өстіп келіп қуанышын бөлісіп жатқандарыңызға. Енді сән ерке ботақан саған мектепке жолың ашық болсын. Осы үлкен қадам басып жатсың. Осы қадамың ақ болсын. Оқу озаты болып, осы мектеп есігін алтынмен бітіріп, міне атаңның атын шығарып, әкеңнің атын шығарып осылай жүре бер. Саған сенеміз. Әрқашан жолың ашық болсын. Енді ары қарай тоқтамай жүре берсін, шауып биіктерден көрінсін. Ақылды қыз болып өссін, артынан ерген сіңілі бірге екеуі қол ұстасып жүре берсін. Енді тілегіміз тек сендерге
осы жақсылық, әрқашанда жақсылығымыз тілеп отырамыз. Аман болыңдар. Ойлаған арман мақсаттарың бәрі орындалсын. Енді құттықтаймын. Осындай үлкен қуаныш той болып жатыр. Жұпарымызбен жездемнің алғашқы өстіп өздері жайып жатқан дастархандары. Қуаныштымын, Жұпар, сен үшін әрқашан. Осылай жарқырап, жайнап жүре бер. Арман мақсаттарың орындала берсін. Екеуің бірге қол ұстасып биік шыңдарға шыға беріңдер. Дендерің сау болсын. Ата-аналарың аман болсын. Осы кісілердің арқасы барлығы міне сендердің өсіп жарқырап жүргендерің. Туған туыстарың бәрі қолдап, әрқашанда сендердің қуаныштарыңды бөлісіп жүреді. Рахмет сіздерге. Міне коллективіміз отыр, қалдарыңыз қалай? Аман болыңыздар барлықтарыңыз. Жездем қайда? Мен жездеме бір-екі сөз айта беремін. Қандай сөзім болсын көтеріп, балдызка деп. Мен оған жездоха десем, ол маған балдызка деп, екеуміз бір-бірімізбен әр уақытта қалжыңдасып жүреміз. Бір сөзімізді міне жездеме жездохам бір мақтайын деп жатыр, қайда әр уақытта өстіп қасымызда бірге жүреді. Міне отбасылармен бақытты болыңдар. Тек жақсылық тілеймін. Осы екі құлыншақтарының қызығын көріңдер, аман болыңдар. Осындай қуаныштарың көп бола берсін. Ең жақындарың міне осы сендердің келіп ақ тілектерін айтып жатыр. Әрқашан жолдарың ашық болсын, биіктен көрініңдер. Аман болыңдар енді. Тек жақсылық тілейміз. Осы жездохам аман болсын, әрқашан бізді еркелетіп жүретін. Осындай. Жұпарының қасында екеуің қол ұстасып, бірге әрқашан жарқырап, жайнап, жұлдыз болып жүре беріңіздер біздің ортамызда. Мен қосыламыз оған. Ал енді қалдарыңыз қалай, сәлеметсіздер ме? Енді ғана келіп амандасып жатырмыз. Равиль аға, Жұпар екен, үлкен осы жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, берекелі, бақытты алып келсін, барлығы жақсы болсын. Екі балапандарыңыздың, қошақандарыңыздың қызығын қызықтап жүре беріңіздер. Ал енді сезімді бірінші туған күнмен құттықтаймын. Сізекон қайда өзі балапан? Жастан жасқа қосыла берсін, сіздерді үлгі тұтып мақтанып отыратындай азаматша болып, аман есен жүре берсін, алдарыңызда күліп ойнап. Ал енді Сәнерге Ботақан бірінші классқа баруымен құттықтаймын. Барлығы жақсы болсын. Өзі ақылды ғой, всегда бәрін алып кетеді, өзі айтып жүрсіз, талпынып бәріне қатысып жүреді өзі. Жақсы болсын барлығы. Осы енді апа-атасының, мама-папасының жанында күліп ойнап, асқақтап жадырап мақтанатындай немерелеріңіз болсын сіздердің де. Барлық жақсылықты тілеймін, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар әрқашанда. Біз де сіздер қуансаңыздар, біз де қуанамыз осы тойларыңыз жасап отқандарыңыз. Біз де қуаныштымыз көп-көп. Рахмет сіздерге келіп отқандарыңызға. Осындай ақ дастарханда жиналып, жайылып, қуанышта кездесіп жүре берейік. Рахмет. Сәнерке сезім үлкен қыз болып өсе бер. Туған күнің құтты болсын. Ешқашанда ауырма. Үлкен қыз болып. Сәнерке бірінші классқа баруымен құтты болсын. Бүкілің алтын диплом сындарымен бітір. Дух, намаз ешқашанда түспесін. Сезім туған күнің құтты болсын. Әрқашанда көңілді болып жүре бер. Сәнерке сабағын бестен бітір. Грантқа түс, қызыл диплом алып.
Бұдан ары қандай тілек бар? Тілектеріңіз Алла қабылсын, тойларыңыз той қыласын. Ал енді орта бір естелікке суретке түсейік. Міне, атасы риза болғандықтан қошемет тұрайықшы ағай. Атасының атынан. Домбыра шертіп, күй шертіп, көңіл көтеріп, тойымызға ортақ болып жатқан құданың құдасының немерелері. Осылар аман есен болсын, биік шыңдарды бағындырып, Қазақстан көк байрағын желбіретіп, шетел елінен бірінші орын алуға Алла нәсіп етсін. Рахмет. Жақсылығыңды балық білсін, балық көрмесе, бүгінгі ортамызда халық білсін. Бұйырса өнерлер өріс кеңінен биікке асқақтай берсін. Бір естелікке суретке түсейік. Бір естелікке. Barındı bağlar, barındı aralar, sağındı solmaz, canımdı canlar. Min sana söyledim, sırtımı karalar. Sen sonu yedim, erişime haber. Siyonsuz yedim, sizin uzağına. Bir sana söyledim, erişime haber. Siyonsuz yedim, sizin uzağına. Bir sana söyledim, erişime haber. Koydum, koydum jarasam, aşamada çocuğum, özümle esini alasam. Sen soğuk edin, verişime haber. Sen o senizi yedim, sizin uzağına. Sana söyledim, erişime haber. Sen o senizi yedim, sizin uzağına. Sana söyledim, erişime haber. Ой, бәрекелді, рахмет осы көңілдеріңізбен дастархан басына. Сізге бақыт тілейміз. Бақыт бұл үлкен әлемді. Міне қазір, қарлығаш апай. Қазір міне, қалай? Өлең ба? Орысшасы. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Қошемет тұрайықшы. Счастье в этом мире, счастье вам, счастье в этом мире большом. Келесі өлең, мен тілеймін, шатырда жүгіріп көгершін қуғандар. Мұғалімдер, қандай өлең? Мен тілеймін. Ержан аға, келіңізші ортаға. Қандай өлең? Айтып жібермейді ғой. Голубей гонять. Жоқ, дұрыс, тоқтар. Өлең басын білмей тұрып тұрады. Bir qol so'qayqchi, bir qol so'qayqchi. Aya хочу.
Қайда? Кім есіне түсті? Кем жоғында тұрған еші қол, ұрымдаш. Жақында керемет әмір жасабайды бітіріп, 131 бал алған анасына бір қошемет тұрайшы. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дрочить. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку. Келесі ойынға. Ортада. Ай, гүлдер деген. Қандай бұл? Немден? Қуанай. Сен өзің орыс оқыдың ба? Қандай әнді? Айтшы, кеш кел, билеп кеш, билеп кеш. Бәйімна биді қайдан үйреген, қош қайдан, қош, жіберші Равил қайдан үйрендім, сенен үйреген мұны. Бірақ пристаған. Өлеңнің, қандай өлең? Розы. Речиш, призвеш. Дұрыс емес. Пара бер, рахмет. Көңіл қалмасыншы. Жоқ. Міне, таза российский. Қош жегені ол өлең. Жанага. Айтыр, бана центрда тұрған кім білетті роза. Келесі өлең көрейші. Сен теңізші, мен теңізші. Ой, бәлеге. Келейші билет. Ал, онда кеттік әне. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Келесі өлең. Кемеде әуен ойнайды, мен жағада тұрғанда. Қалай? Ержан ақке қош жыл дұрыс болады жәке. Жіберейік. Қандай өлең? На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машинку на сердце зовет. Қалай? Мұғалімдер айтты ма? Ерді бе? Келіш бақтен мұғалім. Қазір Бағай қайда қуанай? Бә приздалып кетіп қалды ма? Шақырып өйді қайтаған. Негізі мен бар ғой, қуанай кеш, мына же екеуің жүміңмен жолдасыңмен кеш. Приздардан машинаға салып келдім. Маған. Шыныстыр екенсің. Бұлай жасайыншы, міне қарашы. Ең бас таңертең оянғанда 12 мүшең сау болып, бала-шағаң аман болып, ағайын туысынан ешқандай жамандық хабар келмес. Немерелерің ертең мектепте алтын құртып жүрсін, сізге одан артық не керек? Рас па? Ендеше бұлай жасайыншы. Қазір міне образға кірейік. Бүкіл қонақтардың алдында бұйырса ертең менің немерем алтынға бітіріп жатыр деген ниетпенен бір керемет қосам, сіз халықтың алдында осыны әнмен жеткізіп бересіз. Россиядан келген әнші Алла Пугачева. Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов.
из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Қалай шықты? Енді көресіз қазір.